Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Әулет құпиясы 33 бөлімі. Синан ауруханада есін жинап, махиім деп сандырақтай бастады. Әйел алтын, Синан, сені қырық сатсын деп қарғады. Неге, не үшін? Есімді жиғаным үшін бе, деді Синан. Ал Мелекке Шағла келді. Шағла барлық мән-жайды Мелектен сұрай бастады. Ағам не үшін келмеді? Шағлап ке, деді. Саған осылай хат жазып жіберді, деді. Хатты оқыған Мелек қуанды. Әпкесінің жағдайында сұрады Шағла. Сол кезде Мелек Селиш Махинур әпкені өлтірмекші болды. Сол себепті мен оны қорғаймын деп, пышақ оған қалай кіріп кеткен білмеймін, деді. Кенжо мен Иқсо сөзге келіп бастады. Жалған адвокат, сен киініп алып қайда бармақшын деп есе бастады. Мелекке барам, сүйгенім үшін күресем, деді. Ол саған қарамайды, ертең бостандыққа шыққан соң сені керекте қылмайды деп Иқсо тисе бастады. Махаббаттың екенін білесің бе, деді. Әкем анама қатты ғашық болғандықтан әкем өз-өзіне қол салды, деді. Гүлсәм мен отбасы Синанның палатасына Синанның есін жиғанын көріп қуана кірді. Ал алтын болса, оның жағдайы өте жақсы, апа, уайымдамаңыз. Ол есін жинай сала сандырақтай бастады, деді. Сол кезде Гүлсән, мен Доған ағама хабарласам деп палатадан шығып кетіп, Доғанға хабарлама жазды. Доған аға, Синан ағам есін жиды. Барлығы да керемет жақсы, деді. Сол кезде Сефа келіп, Гүлсән, сен Шемшекпен қарым-қатынасты үздім деп едің ғой, деді. Я, үздім, сенің көзіңше блоктадым, көрдің, деді. Онда неге ол саған гүл жіберді, деді. Қандай гүл? Мен ол гүлді де көрген жоқпын, деді. Ал Доған болса Зинештің жатқан ауруханаға келді. Сол кезде Шағлада келіп, барлық мән-жайды айтты ма, деді. Екеуі бірге Зинештің палатасына кірді. Сол кезде Зинеш, охо, келіңдер. Не үшін келдіңдер, деді. Мен Мелектің ешқандай да бәле жапқан жоқпын. Есімде ештеңе қалмады деп айттым, деді. Бұл іске кімнің қатысы бар, деді. Сенің балаңның басын ісік бар екен білем, деді. Сол кезде Илмазға, яғни бөтен номермен хабарластырды. Сол кезде Доған Илмаздың басқада ұялы телефонмен қылмыс жасайтынын білді. Сөйтті де Зинешке рахметін айтты. Баласына ота жасатуға уәде берді. Ал Шағла Дидемге хабарласып, тұрған жерің мекен жайын жібер. Теннис ойнап жүргеніңді білем, деді. Сен оны қайдан білдің? Палшы болып кеткесін бе, құрбым, деді. Көп созба, Дидем, жібер, деді. Қазір хабарлама жібереді. Екеуі бірге қуанып жүр ғой, деді. Ал Мелекті баяғы камерасын алып келді. Махинур екеуі бір-бірін құшақтап қуана көрісті. Ал қасында құрбысы, Мелек, мен ол пышақты жасырдым. Ертең шешіледі. Зинеш осы жолы ештеңе айтпапты, деді. Ал Махинурға Мелек, Синан ағам жол көлік апатына ұшырапты. Шағла әпкем сені сұрады. Бәрі жақсы деп айттың, деді. Кезінде Синан ағам екеуің өте қатты бір-біріне ғашық болып, бір-біріңді шын сүйген екенсіңдер. Мен сендердің суреттеріңді де көргем, деді. Ал Кенжо болса түрмеге келіп, өзінің жалған құжатын полицияға ұсынып, ғанда полиция біліп қойды. Ал Дидемге Шағла Илмаздан аулақ жүр. Ол өте қылмыскер адам, деді Шағла. Сөйтті де Доған екеуі ер адамдар киінетін жерге кіріп, Илмаздың жасырып жүрген ұялы телефонын тауып, ол жерде қылмыс жасағандардың бәрі бар екен. Сөйтті де саунаға кіргенде Илмаз, Дидем, сені келмей ма деген едім, деді. Сөйтіп Доғанды көрген Илмаз шошып түсті. Сен қандай адамсың? Илмаз, енді сен қаша алмайсың. Прокурорды да өлтірген сен. Артында кім бар? Айт, бұл бұйрықты саған кім беріп жүр?
деп аямай соққыға жықты. Йылмаз сонда да ештеңені мойындамады. Бірақ ешқандай да кінәсін мойындамады. Сефа Гүлсанды қателігі үшін кешірім сұрады. Гүлсанға бетінен сүй деді, бірақ бетінен сүймеді. Екеуінің жақсы қарым-қатынастарын әпкесі Алтында көріп бақылап тұрды. Ал Гүлсан кешірмейтінін, яғни біз ренжігендерін айтты. Осы кезде махаббаттарың мәңгілік болсын деп әпкесі келді. Ал полиция қызметкерлері Йылмазды саунадан алып кетті. Шағла мен Доғаны оның полиция қызметкері алып кетіп бара жатқанын көріп өте қатты қуанды. Ал Генжо мен Мелек екеуі бір-бірін көріп қатты қуанды. Генжо Мелекке кездесу тізіміне мені де жазған екенсің ғой. Бірақ мен ағаңа дәрігерге уәде берген тұғымын. Сенен аулақ жүрем деп деді. Онда неге келдің деді. Енді арамызда үлкен айна бар ғой. Мен сенен аулақ жүрмін ғой деді. Сол кезде кездесу уақыты біткенде Генжо Мелекке бір өлең жолдарын оқытты. Оны оққан Мелек қатты қуанды. Генжо да бақыттан басы айналып кері қайтты. Ал Доған болса ағасы Синанға келіп, ағасының жағдайы жақсы екенін көрді. Аға, сен мені қатты қорқыттың ғой, өліп кетеме деп қорқыттың ғой деді. Сендей батыр інім барда, мен ешқашанда өлмеймін деді. Макинұрдың жағдайы қалай? Жақсы аға, уайымдама. Біз Макинұрды да барлығында бақылаудамыз. Алла жазса Мелекте жақында түрмеден шығады деді. Йылмазды да тұтқындаттым деп Синанды қуантты. Ал Шағыла болса әкесінің ісін прокурор жүргізетінін айтқанда Доған естіп қатты қуанды. Ал прокурор да өз қызметінде асыра пайдаланып Жүсіп мырзаның баяғы істерін қолға аламыз деді. Әкемнің жаны жай табатын болды ғой деп Шағыла да қатты қуанды. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.